Мне кажется, что джаз это... Менің ойымша, джаз кез келген түсіне бермейтін таңғажайып музыка. Нравится непредсказуемому человеку. Джаз бұл халықаралық сөз деп санаймын. Оның ауқымы кең. Он либо тебя цепляет сначала, сразу. Ол сені бірден баурап алуы мүмкін, немесе керісінше, сен оны тыңдаған сайын көңіліңе жағады да, соңында оған ғашық боласың. Мен бұл жанрды тәтті тортқа ұқсатамын. Бастапқыда сен оның дәмін түсінбеуің мүмкін, ал уақыт өте келе оны бағалай бастайсың. Өмірде орын алған бір жағдайларға байланысты адамдар джазды тыңдайтын секілді. Музыканы түсінетін адамдар ғана джазды ұнатады. Понимает в музыке. Джаз бір сөздің өзінің қаншама мағынасы бар. Джаз көңіл күймен толқуға толы музыка. Бұл жанр импровизация, мағыналы композиция ғана емес, жалпы ойлау тәсілі. Тек кәсіпқойлар игере алатын орасан зор еңбек. Я сразу влюбилась в джаз. Джазға келу үшін адам ең алдымен музыка әлеміне терең енуі керек. Өнерді түсінген кезде сізге бұл жанрдың қыр-сыры ашыла бастайды. Өйткені джаздың философиялық мағынасы терең, ой салады, көңіліңізді толқытады. Өмірде орын алған белгілі бір жағдайларға байланысты адамдар джазға келеді. Бұл стильдің тарихы 20 ғасырдың басында ақштың Жаңа Орлеан қаласынан басталды. Сол уақытта басқа штаттарда да үрмелі аспаптар оркестрі құрылып, орындаушылық өнердің өзгеше мәнері қалыптасты. Аталмыш бағыт күллі әлемге кеңінен тарап, джаздың әртүрлі стильдері пайда болды. Там было много и светской музыки, и классики. Бұл әртүрлі бағыттардың үйлесімінен тұратын жанр. Джазда классикадан бастап, карибтердің әуеніне дейін әртүрлі стильдегі музыка кездеседі. Бастапқыда әртүрлі бағыттар тәжірибе ретінде біріктірілген еді. Тіпті заманауи джазды R&B, хип-хоп және рэп мәнерінде орындап жүргенін білеміз. Переработали уже и R&B, и хип-хоп, и рэп, и в общем иногда это их следы не профессиональному взгляду в джазовой музыке незаметны, но они находятся внутри, то есть как бы вот рэп хороший. Яғни құрғақ мәтін әдемі әуенмен толықтырылады да тамаша бағыт пайда болады. Осы орайда рэптің өзін көпшілік кейде джаз музыкамен өңделгеннен кейін ғана тыңдайды екен. Джаз кез келген стильге бейімделетін бағыт. Поэтому джаз — это как бы такая великая адаптационная музыка. Джаз дайын ноталардың қосындысы ғана емес. Бұл шығарманың өзі музыкантқа байланысты әртүрлі естіледі. Еш уақытта бірдей болып шықпайды. Орындаушылардың шығармашылығын дамытуға осы бағыттың септігі мол. Өйткені мұнда импровизация жасауға, қиялға ерік беруге болады. Джаз — это музыка не только импровизация. Тіпті бір музыкант орындаған джаз мелодиясы келесіде басқаша естілуі мүмкін. Әр уақытта түрленіп тұратын бағыт. Мелодия не звучит так, как звучало в предыдущий раз. В нее привносится что-то новая эпоха, когда джаз игрался по нотам. Бұл еркіндіктің музыкасы өз ойыңды білдіруге, кейде толғандырған мәселенің шешімін табуға көмектесетін ғажайып стиль. Но это музыка свободы, то есть это музыка собственного мнения, когда ты можешь выбирать то, что слушаешь. Я джазды бір ұнатсаң, өмір бойы тыңдаудан жалықпайсың. Если тебе нравится, ты это слушаешь. Джаз музыкасы көбіне кездейсоқ пайда болады. Кейде джазмендер сахнада тұрып, көрерменнің алдында импровизация жасайды да, сосын ол күллі әлемге тарап кетеді. Өйткені мұндай тәжірибені тек білікті, талантты, бірегей музыканттар ғана жасай алатынын айта кеткен жөн.
Джаз еркіндік деп жиі айтамыз. Сонымен қатар мұның өз заңдылықтары бар. Сен бұл бағытты дамытуды көздесең, тәуекелге бел бууға дайын екеніңді білдіреді. Міне, джаздың сыры осында. Джаз – это такая пугающая музыка, то есть тот, кто ее не слышал. Джаздың көпшілікке беймәлім қыры көп. Кейбіреулер бұл музыканы алғаш тыңдағанда қорқыныш сезімі туындағанын айтады. Симфоникалық музыканы ұнататындар мұны жеңіл жанр деп қабылдайды. Техно мен эстрадаға әуестер тым күрделі бағыт дейді. Это, слишком сложно, это не музыка. Есть такое понятие собака в джазе. Это... Фри-джаз деген бағыт бар. Мен осы стильді ерекше ұнатамын. Орындаушылар фри-джазда импровизация жасағанда ғажайып музыка шығады. Аталмыш стильді бірден түсіну мүмкін емес. Біраз уақытты қажет етеді. Музыканты импровизируют в фри-джазе, но это приходится уже со временем. Бұл Қазақстанның бүкіл джазмендері мен өзге елдің музыканттары бас қосатын бірегей орын. Жаңа бағытты дамытуда біздің мемлекетіміздің әлеуеті зор, халықтың бай музыкалық мұрасы бар. В 60-е годы прошлого века Өткен ғасырдың 60-шы жылдары Дюк Эллингтон Биг Бендінің Кеңес одағы елдеріне гастрольдерінен кейін партия джаз бағытының насихатталуына қарсы емес екенін айтты. Партия решила, что джаз должен быть. И тогда появились первые джаз-клубы. Сол кезде алғашқы джаз-клубтар пайда болды. Сосын басқа ірі мегаполистерде осындай орталығы құрылды. Таких закрытых, каким был Свердловск. И в Алматы тоже был свой джаз-клуб при Комсомоле. Алматы қаласындағы джаз-клубына Ресей, Грузия, Өзбекстанның мықты музыканттар жиі келетін. Осы орайда мен бұл шаһарды еліміздің джаз астанасы деп атаймын. Приезжали музыканты из России, очень много из Грузии и Узбекистана. Алматы имеет такой большой фундамент джазовый. Мұнда аталмыш стильді ұнататын, тәжірибе жасаудан қорқпайтын ондаған музыканттар бар. Қазақстандық джаздың өзіндік дәстүрі қалыптасқан. Осы музыканы түсінетін тыңдарман да көп. Репертуарын кеңейтіп, орындаушылық мәнерін жетілдіруді көздейтін музыканттар жетерлік. И довольно большое количество слушателей, которые знают эту музыку, которые идут на нее, но которые сегодня имеют возможность раскрывать ее для себя глубже, расширять, так сказать, репертуар. Сонымен қатар, Қазақстанның өнер сүйер қауымы Ресей мен осы стильді дамыту бойынша ынтымақтастықта жұмыс істейді. Традиции казахстанской школы джазового исполнительства и российской школы. Джаз-клубта музыканттар өздерінің авторлық бағдарламаларын көрсетіп, шабыттанып, сонымен қатар шығармашылық бірлестік үшін үзеңгілестерін таба алады. Каждый джаз-клуб это с одной стороны совершенно такой. Джаз-клубы аталмыш стильді ұнататындар бас қосатын бірегей орын. Яғни бұл джазмендердің шығармашылық үйі.
Көбісі мұнда тек джаз тыңдау үшін ғана келмейді. Адамдар көңілі құлазығанда немесе керісінше қатты қуанғанда бізге ат басын бұрады. Күн сайын джаз тыңдауға болатын тамаша орын. Пікір алмасып тамаша уақыт өткіземіз. И незамысловато. Джаз музыкасы бұл импровизация және еркіндік екенін қайталаудан жалықпаймын. Жаңашылдықтан қорықпау керек. Жүрек қылын қозғайтын керемет әуеннің өзі кейде көп нәрсенің шешімін табуға көмектеседі. Тек оны тыңдай білу, түсіне алу керек. Я не знаю, насколько долго джаз будет жить. То есть, мне казалось... Джаз мәңгілік сәннен қалмайтын стильге айналама, оны білмеймін. Бірақ оның ғұмыры ұзақ болатынына сенімдімін. Мысалы, опера өнерінің өзі қазіргі уақытта көпшілік тыңдамайтын жанр саналады емес пе? Кезінде опера аса танымал болған, оны бәрі түсінуге тырысқан. Бүгінгі таңда оның аудиториясы шектеулі. Өзінің пікірі бар, ойлан алатын, шешім қабылдайтын адамдар джазды тыңдайды дегенді бір жерден оқыдым. Мне кажется, что джаз слушают те, у кого есть собственный взгляд и собственное мнение относительно любых вещей. Важно, наверное, чтобы эта музыка внезапно появилась в жизни человека. Музыканы тыңда деп дәріптеудің қажеті жоқ. Ол адамның өміріне кездейсоқ пайда болады да, бір тіпті 13 жасар жеткіншектердің өзі джазға құштар екенін білемін. Сонымен қатар көбінесе музыканттар отбасынан шыққандар осы стильді ұнататыны анық. Өзім филармонияның концертіне барып, джаз тыңдағаннан кейін қызығып, аталмыш бағытта зерттей бастадым. Джаз сам позиционирует себя как мультинациональное направление. Джаз бірнеше ұлттың музыка мәдениетін біріктірген стиль ретінде танымал. Сонымен қатар, әр аймақтың өзінің орындаушылық мәнері қалыптасқанын айта кеткен жөн. Его отличают как раз-таки люди. То есть у нас это... Джазды түсіну үшін тіл білудің қажеті жоқ. Әр музыкант оған ерекшелік қосады. Еліміздің өңірлерінен Алматыға келіп, осында тұрып жатқан орындаушылардың өзіндік стилі бар. Оны мен алматылық джаз деп атаймын. Где бы ни звучал джаз, Америкада болсын, Қазақстанда болсын, қай жерде туып өссең де бәрібір. Джазды бір ұнатсаң кез келген аймақтық орындаушылық мәнерін түсіне аласың. Бұл мәңгілік стиль. Оны бір ұнатасың да өмір бойы тыңдаудан жалықпайсың. That you should care.